ғұлама адамның өзі бұның хал жағдайын ыждағатпен сұраған соң отырғандар да тіл біте бастағандай амандасқан, жөн сұрасқан болып жатыр. Бірақ олардың ешқайсысының сөзі Мұхаңның жылы белінде әсер етпеді. Оның шынайы, ағалық қамқор сөзі Марғуаның сол сәттегі қам көңіл жүрегіне сарымайдай жағымды, балдан да татымды тиді. Айтқан уақыттарында сыптығырдай екі жігіт кіріп келді. Біреуі қазақ, біреуі орыс екен. Бөлмемнің есігін ашып, осындағы заттардың бәрі өзіңіздікі ме? Деп анықтап сұрады. Иә, өзімдікі деді бұл. Бұның көзінше шкаф ішіндегі жазу столындағы қағаздарды түгел шығарып қарай бастады. Әр бетіне шұқшиып ұзақ қарады. Мұхаңның Ленинградта тыңдаған лекцияларынан жазған, сонда оқыған кітаптарынан түсірген жазудан бастаған жұмысшының қолжазбаларынан басқа не болушы еді? Ақтарып, мәнді қағазда баса керек, олар кетуге ыңғайланды. Үйден Марғасқа жазушы бастаған игі жақсылар отырғаны бұған батылдық бергендей. Мына заттарын өзінің алуыма бола ма деп анық сұрады. Өзіңізге екен рас болса алыңыз, деп сарт-сұрт болып шығып кетті. Жайраған қағаздар мен кітаптардың ортасында жанымның аман қалғаны рас па, өтірік па дегенде абдыраған болып біраз тұрды. Әй Құдай, бергенге шүкір. Бұл қатерінде беті айтқан тәрізді. Жаңағы жаналғышта екеуі өздерімен бірге алып кетсе қайтер еді? Құдайдың екен-ай, мына кісілердің алдында масқаралап әкетіп бара жатса, өліммен тең ғой. Әлден уақытта Мұхаң шақырып жатыр деген соң қонақтар отырған бөлмеге қайта барды. Иә, шырағым, ол кітаптарды қайтпексің деп сұрады Мұхаң. Сатып үш балаға нанға айналдырсам деген едім. Жөн ғой, бірақ соны қалай істемексің? Дайын тұрған көлігіңде қолғабыс беретін адамың да жоқ қой. Соны білмей тұрмын, деді бұл сасқалақтап. Шынында ол жағын ескермеген еді. Оның бар олжасы өзінің аман сау қалғаны болатын. Басқасын әлі ойлап жатпағандай. Тоқтай тұр сен, Марго. Ені емес бізбе, бір амалын табалық деп отырғандар жағалай қараған үлкен кісі біраз ойланып қалды. Тағы да ауыр тыныштық. Бұл біреудің құрметтеп шақырып отырған қонақтарына артық әбігер әкеліп, қарбалас жасағысына қысылып, кірттар киіп мен жасын төмен қарап отырды. Мен бір кеңес айтайын деп барып Мұхаң тоқтады. Жұрт тым-тырыс. Әлдегіден де өткен ұзақ өлі тыныштық орнады. Не айтар екен дегенде аңтарылып қалды бәрі. Мен Мұхаңның кітаптарын көріп едім. Ленинградта жүргенде жинаған, бәрі де құнды, бағалы еңбектер. Мұны неге айтып отыр дегенде жұртта үн жоқ. Әй, Жәпек, сен осы маңайда тұратын орысы бар, қазағы бар жазушылардың бәріне телефон соқшы. Осында келсін. Мен шақырып жатыр деп айт. Келіп мына кітаптарды көрсін, қалғандарын сатып алсын деді. Отырғандар үстерінен бір жүк түскенде дұрыс деп те қолыңдап жадырап қалды. Жазушылар үздік бір-бірлеп екі-үштеп топтасып келе бастады. Мұхаңның қандай күйге ұшырағанын қай-қайсысы да жақсы білетін. Сол себепті шығар, ол туралы ләм деп ешкім сұрамады да, бір ауыз артық сөз айтпады да. Мәрғуа кітаптарын бәрін шкаптан шығарып, қатарлап тізіп жатыр. Одан басқасына араласпады. Мұхаңның шашылып қалған қолжазбаларын, киім-кешегін жинап, буып түйімен әуре болып жүр. Мұхаң бұның қызыл қарын үш баласын қаражатсыз, ішім-жіберімсіз отырғанын, соларға азын-аулақ бұл болса да керек екенін айтқан еді. Қызығушылар табылды. Кітаптарға бағаны Мұхаң өзі қойды. Кемеңгер адамның ақылы араласқан істі Құдай да қолдады білем, кітаптар жөнін тауып жүре берді. Екі шкаф толы кітап ет піскенше тарап кетті. Үлкен жүректі абзалжан. Бәрекелді. Оңды іс болды деп балаша қуанып, одан жиналған қаражатты жинап. Міне Марғуа. Балаларының қажетіне жарата айналайын. Жоғалтып алма деп қолына ұстатты.
бұл осының бәрі өңім бе түсім бе дегендей әлі де сенер-сенбесін білмей толқып тұрған. Аузын ашса, алқымына тығылған өксігі ақтарыла жөнелетіндей көрініп, жылап жібермес үшін ернін тістеніп алып, көзі бал-бұл жайнап, үлкен кісіге ризашылыққа толы жанарымен жасқана қарады. Бұның жан толқысын айтқызбай ұққан ұлы. Жазушы: босама Марғуа, Құдайдың басыңа салғанын көресің. Берік бол, балаларыңа аман-есен жете ғой, деп жұмсап үнмен үн қатты. Ол кісінің көрсеткен ілтипаты, жасаған көмегі, ағалық қамқорлықпен айтқан әлгі сөздері Марғуаның жалғызсыраған, жетімсіреген, жүдеген бүгінгі көңіліне шуақ боп төгіліп, өлшеусіз жылу құйғандай. Бәріне де алғысын жаудырып, сыртқа беттеді. Шығысымен көзінің жасын төгіп алды. Құдайдың бұған қарасқанын айтса, түнімен ағатайттым ау деп өзін-өзі іштей мүжіген сөзі айналып келгенде игілікке бастағандай болғанын айтшы. Үзілер жеріне жеткенде үзілдірмей төніп келе жатқан бәлекеттің бетін қайтарып, алдынан пайғамбардай кемеңгер адамның шығуын айтсаңшы. Пендесін жарылқайын десе, Тәңірдің құдіретінде шек жоқ екен ғой. Қисынын тауып, қиюын өз қиылыстырады. Қолына қаражат түскен Марғуа күйеуіне тамақ кіргізуді ойлады. Бұл уақытта оның тергеуде жатқанына 2 айдың жүзі болатын. Келіп білсе, Құдай сәтін салғанда бейсенбі қабылдайтын күндер екен. Дереу базарға жүгірді. Біраз тағам, бір қабат ауыстыратын киім, тағы басқа онсын-мұнысын көтеріп, белгілеген уақытта үлгеріп аттандырып келді. Басқалардың әкелгендерін сөзсіз қабылдаған кезекші мұның күйеуінің аты-жөнін естігенде шалқасынан түсті. Рұқсат жоқ деп келте қайырды. Ұлтында, жасында айырып болмайтын еңкейген біреу. Қанша жалынып жалбарынсаң да жолатар емес. Артында кезекте тұрғандарда уақыт алмаңыз, кедергі жасамаңыз. Қабылдау мерзімі бітіп әкелгеніміз беріп үлгермей қалмайық деп сыртқа итеріп шығарып тастады. Екпіндей келіп басы тас қамалға соғылғандай болған Марғуа дағдарып ұзақ тұрды. Мұханға қаладан кетіп бері жатқан балаларының амандығын, барып тоқтаған жерлерін айтып құлағдар еткісі келді. Қалай? Тергеушіге телефон соғуға жүрегі құрғырдап аламайды. Ал ойланып қарап, көз жасы әсер етпейтін біліп тұр. Қабылдау уақытының аяғын күтіп сол төңіректе жүрді. Не де болса ақырына дейін тоспақ. Жұрт әкелгендерін өткізіп бітіп, терезе алды босаған кезде қайта оралды. Алдын ала оңтайлап алған 2-3 қызыл құлақты қолына көрсете ұстап, әйнекті ақырын қақты. Ашылған терезеден кезекшінің басы қылтиды. Марғуа барынша сыпайы, ілтипатты, жылы шыраймен іш тарта сөйлеуге тырысты. Қымбаттым, бір жақсылық жасаңызшы. Қаладан көшіп кетіп бара жатыр едім. Енді айналып келем бе, келмеймін бе белгісіз. Тым болмаса мына хатпен азын-аулақ қаражатты қолына тигізу сізге қиын емес шығар. Байқаймын, қайырымды жан екенсіз, деп кезекшінің жүзіне бағдарлай қарады. Бағанағы кісінсіген түрі жоқ. Мұның қолындағы қызыл құлаққа қарап, арып алғандай көзін айырмай тесірейе қалған екен. Марғуаның іші қылп ете түсті. Сәт. Қармаған балықтың қамқанын сеніз қалтасындағы дайындап қойған қызыл құлақтың тағы бір екеуін көрсете елеусіз қосып қойды. Тәңір жарылқағыр, бір сауапты істеңізші. Жан-жағына алаңдап қарап қалған кезекші. Әкелгендерін түгел өткіз. Бастықтарға көрсетпей апарып берейін. Өзің жүре бер, деді елбет. Марғуаның да күткені осы еді. Оның қолына хатын, қаражатын, оның мұнысын бәрін орауымен ұстата салды. Терезе қайта тарс жабылды. Өзінің табанда ақыл тапқанына риза болған ол жерден шығып кетіп жатты. Шіркін, бұлдың бұзып жарып өтпейтін жері болсашы. Қалай есіне келді десеңізші. Ол тиын тебенің Мұханға жетпес анық. Оған өкініші жоқ. Тек хаты мен сәлемдемесі десе, оған да мың да бір шүкір.